Бәріне сәлем, мен сіздерге үйімнің ішінен бұрын сыртын көрсетейін. Қазір біз сыртқа шығып баратырмыз, как раз мен сіздерге сыртын түсіріп көрсетемін. Сыртында не бар, қандай жер, қандай өсімдіктер бар, сондай секілді. Мынау подъездің іші осындай. Қараңыздар. Міне дала, қазір желтоқсан емес, қаңтар айы. Осындай не болып тұр. Ыстық болып тұр дала. Ал мынау біздің ауладағы ағаш. Бұл ағаш қызыл гүлдер салады майға қарай. Сол қызыл гүлдермен қып-қызылды букет сияқты болып қалатын ағаш күшті. Міне мынау біздің үйіміз. Бұл жерде мынандай территория, в общем. Осындай территорияда екі дом бар да. Мынау бір, мынау екі. Анау біздің жұмыс орны. Мына жерде мына екеуі ешкім тұрмайды. Склад болып жатыр почти мынаусы. Мынаусы бұрын жатақхана болып қалған. Қыздарға ена жатақхана болып тұрады. Төрт квартирада 4 отбасы тұрады. Вот жаңағы ағашымыз біздің, қараңыздар қандай әдемі. Міне мында охранниктер отырады. Охранниктер осы жерде отырады. Мынау бір артқы есік мынау. Охранниктер отырады. Міне бір охранник. Солай арт жағына қарай барса, негізі не бар? Тауықхана бар. Ол арт жағына қарай бармай қойық, былай қарай. Бармай қойық, бұл жаққа. Күретина бар. Мына балалар ойнап жүр. Қалайсыңдар? Мына біздің мектептің автобусы, мына мектеп қой. Мына жерде балалар ойнайды, осындай. Ағаштарды күшті. Мына бір ағаш өзі біздің нені жауып тұрады. Біздің үйе мынаусы айтпаптың ғой ше. Үшінші болып тұрған. Үшіншіде жатырамыз біз. Міне, мына жер балалардың ойнайтын жері. Еще мына жаққа қаншама уақыт болды асфальт жасаймыз деп әлі жасамаған. Мына полені менің ағам соқып кеткен. Өзбектер кеп соққан мынаны. Аккуратно соққан. Ал егер кімдер еді, жаңағы африкалықтарға соқтыратын болсаң бытышын шығарып соғады. Міне осы жерден, короче, мына бір вид көрінеді, бұл деген. Былай жатқан кезде Голливуд Банги деген. Осы жерге бару үшін орман сияқты жерден барып өтесің. Мына жақтан шығады да, міне. Мына бір не тұр ғой, не жаңа церковь тұр, соның арт жағынан былай барады да, осылай шығады. И жүріп осы жерге келеді. Ол жақта мынау негізі қырық ұқсап көрінгенмен, негізі бұл орман кәдімгідей. Джунгли ана жер шық, ағаштар ұзын. Мына бір ағаш секілді, мысалы, бұл үйті оналардың қасында қысқа по идее. Сосын, вот мына жерден мен сіздерге бірдеңе көрсетейін да тағы да. Былай барайықшы. Мынау негізі садикта, менің Дариға ашқам берса оқиды ғой осы жерде. Именно на садик, подвал жақта, короче, садигі ойнайтын жерлер. И біздің мына жерде кішкене бақшамыз бар. Бұрындар жоқ болған, қазір уже бар. Міне қараңыздар. Мен еккен жоқпын, бірақ біреу екіп қойған, бірдеңе өсіп тұр. Мынау не екенін мен білмеймін. Мына жерге помидор егіп едік, оказывается, асты пустой екен да, сонымен помидорымыз өспей қалды. Мына жерге клубника егіп қойған. Күшті қылып. Клубника. Мына жерде асқабақ па, дүгіне ма, бірдеңе бар негізінде. Ана жерге мен бір міне. Мен арбуз ектім. Осы арбузымды шығып келатыр, өткенде өліп қап еді. Қайтадан шығып келатыр екен. Ура, мен негіз төртеу екем осы жерге. Мына жерге екеу, тағы да төртеу егіп едім. Біреу шығып келатыр екен, жақсы болды. Мынау да шығып келатыр екен негізі. Күнде суарып тұрады ол жерді. Вот осындай ағаштарын қараңыздар енді. Мына жақ сәл подвал сияқты жер, андай не деуші еді жаңағы. Садик, в общем, мына жер. Енді мен сіздерге ана жақтарды көрсетейін да. Қазір біз ресторанға барамыз, если что, мен ресторанды түсіріп алам, сосын ендігі выпустарда көрсетем. Айтпақшылардан қараңыздар, төбелерін былай жасайды ғой. Андай ағаштармен, ағаш емес, қамыс сияқты ше. Осы Африкада өсетін не бар да, андай шөп бар да, общем, осымен бұл негізі басында сәл андай жасылдау, сары болып тұрады, одан кейін қурап өсіп қалады да. И бұл деген жаңбыр негізі өткізеді, бірақ сонда да жақсы. Андай бұның арасында еще бір жаманы. Бұл енді экономный вариант сияқты нәрсе ғой. Бұның жаманы нелер
құрт құмырсқа емес, не деуші еді жаңа. Масалар көп жүре береді еще бұның арасында ше. Бірақ сонда да болсын істеп қояды. Солай, амнан африкалықтар салған ғой андай. Күшті. Африкалықтардың айтпақшыдай барлығы дегелік. Барлығы емес, енді көбісі дегелік андай. Суретшілікке күшті, биге күшті. Мына қараңыздаршы, мысалы мына суреттерді. Күшті салған ғой мыналарды. Ана жерде құспен бар. Құс тұр мына жерде пілдер, сондай. Ал кетіп ары қарай кетейік енді. Біздің директор кетіп қарайық бұл жерден. В общем, міне ағаштар, мына бір жеміс, короче. Мына бір жеміс әлі айтайын да. Мына жеміс, мен бұны өткенде жек көрдім да бірінші рет. Андай. Мына жеміс андай не сияқты. Жеген кезде ішінде бір ақты несі бар, дәнегі бар, бірақ оны жемейсің, сыртын жейсің. Андай қатырда қытыр жеп жейсің. Не сияқты дәмі. Андай дәнек сияқты ше. Арахис емес, андай дәнек бар ғой. Атын ұмытып тұрмын, бірақ дәнек сияқты. В общем, мынандай ағаштар бар, қызық ағаштар, гүлдеп тұр бәрі қаңтар айында. Мына өзіміздің Қазақстанда да бар мынандай. Еще мына бір, ойбай, мына бір ағашты қараңыздар. Бай-бай деген ағаш қой мына. Мына ағаш андай үкі сияқты да, мына бетінен қараңыздаршы. Мына негізі мына жері тола етін бәрін алып тастапты ғой. Бірақ мына ағаштың өзі. Мына жанынан көрсетейін ба былай. Қараңыздар. Күшті е? Бұлай көлеңкесі үкі сияқты түседі ше бұлай. Осындай. Мына беті мынандай. А мына беті шалпақ. Сондай, в общем. Охранник. Бонжо. Ça va? Мынау баскетбольный алаң мынандай. Вот ол жақты көрсетпей қояйын ба не істейін. Кетіп мына жаққа барайық та енді. В общем, мына жақта мынандай дәу ағаш бар тоже. Отыратын жерлер бар. Өңшең мотоциклистер жұмыс кезінде, бүгін жұмыс емес. Мотоциклистер осы жерге келіп қандай мотоцикл толтып қойып қояды. Бір жағынан адамдар отырады, келіп кетіп жүргендер отырады дегендей. Енді біздің беседкамыз бар. Біздің жақсы көретін беседкамыз бұл жақта тамақ жасап, андай пикник сияқты нелерге шығып тұрамыз өзіміз. Вот. Ағаштары күшті. Мен сіздерге ағаштарын көрсетейінші. Бәрінен бұрын лично мен маған өзім ұнайды қатты. Еще ана жақта Аташка отырды, я. Ол Аташка осы жерде бір қаншама жыл бойы тұрады. И ол Аташка, по идее, үйде жоқ. Тек осы жерде үй қылып алған, сосын андай не. Жұмысшы да, бірақ осы жердің тұрғыны жұмысшы сияқты ше, ол ше. Көрінбей жатыр, былай көрсетейінші. Міне ол Аташка не істейді? Түнде мысалға бұл Аташка охранниктердің үстінен де қарап отырады, бірақ андай не істемейді. Как басшы сияқты емес, просто қадағалап жүретін Аташка да. Еще түнде мысалға бұл күндіз ұйықтап көбінесе түнде жүреді, түнде нелерді светош қылады, сол кездегі генератор қосып деген секілді сондай заттар жасап жүреді. Мына бір ағашты қараңыздар мысалға. Енді беседкамызды көрейік. Беседкамыз бұл жақта. Құстар бәрі жүре береді. Осы жерде біз тамақ жасап жейміз. Точнее, тамақ жасайды и пикник сияқты қылып жейміз. Амында кантин бар, балалар тамақ алып жейді осы жерден. Но мен кантин ана жерде қол жуатын. Енді ана жаққа қараңыздар. Қараңыздар, ағаштардың түптері деп қойында. Мына жапырақты қарасаңыздаршы. Бұл жапырақ менің басымнан да дәу даже. Менің басымнан денемнен де дәу шығар, наверное. Бұл қандай ағаш десеңіздер, бұл дуриан жемісі. Қараңыздар, мен сізге жемісті өзім көрсетемін қазір. Міне қараңыздар. Қазір. Так. Көріне ма өзі? Сәл яркосын не істеп қоям, көбейтіп қоям. Көрінетін болатын шығар. Міне, дуриан деген. Бұл дуриан ағаш. Дуриан жеміс қой. Бұл дәу, бұл өсет. Қазір өсіп жатыр екен, как раз. Еп көрмеген, бірақ өмірімде еп көру керек еді деп әлі жүрмін негізінде. Енді міне мен сіздерге тағы бірдеңе көрсетем. Мына жерде, мына ошақ. Осы жерде тамақ жасайды. Бұл ошақта негіз бұрын болмаған, мен ағам келген да, сосын не бәле деп мына жерде жерде пісіретін болған ғой оған дейінші. Сосын не бәле мынау деп біздің ана Қазақстандағы, Өзбекстандағы секілді ошақтарды дайындап беріп, қазір осы жерде пісіретін болып кетті. Үйретіп қойған ғой. Мына жерге, мына жерге көрсеткім келіп жатыр. Өтіп бағана бақша көрсеттім ғой, осы жерге ананас егіп қойған. Қараңыздаршы, ананас қалай өседі. Міне қараңыздар, ананас өсіп келе жатыр. Ай, кішкентайын ай.
дәу пауктардан қараңыздар. Е-май, бірақ пауктар бұл жақтан наоборот жақсы. Андай құмырсқа жеп тұрады, сондай. Құмырсқалар көп, масалар көп, еще бар ғой. Вот, мына жерде помидор негізі егіп қойған, қараңыздар, тоже помидор да өсіп келатыр екен. Сол, міне Аташкадан тағы бет көрсетіп қойын да, Аташка. Нет, мына фокус көрінбейді. Өзі үндемей жүре береді бұл ата. Өзі жүре береді. Шидан. Солай. Вот осындай күшті заттар бар. Папай, ана мыналар мына жақта өспейді. Былай қарай кіріп кетсең, асханаға кіріп кетесің деген секілді. Мына мектептің ішіне кіріп кетесің. Осындай кішігірім біздің аула, өзіміздің жұмыс орны, өзіміздің үй. Сондай. Мен көрінген. Сіздерге енді тағы да не көрсетейін. Бірінші үйімнің ауласы көрсетсем дұрыс болатын шығар деп түсіріп шықтым бәрін. Қараңыздар, еще мынандай не бар ғой. Қараңыздар, мынау деген, білмеймін, енді басқаша. Менің қызым осыдан қорқады, бірақ лично мен де қорқам, түрі қорқынышты, по идее. Келді ма, Жаслан? Міне, күшті, е? Мынандай жеміс бар да, мына жеміс қазір жоқ болып кетіпті, бар еді өткенде ғана. В общем, бұл да бір басқаша бір жеміс салат, бірақ тоже жеп көрмегем. Келді ма, Жаслан? Қазір біз шаштарыңызды күтіп жатыр, шаштарыңызды көрсетемін сіздерге. Бұйырса, басқа выпустарда. Тағы не көрсетейін? Сәлем де Дариға. Апай, жаным. Дариғашқа мошер деп өсет. Қара балалармен ойнап жүреді еще. Вот. Рахмет көргендеріңізге. Енді комментарийге жазып қойыңыздар, қандай не көрсетейін сіздерге. Бұйырса, пландарымда негіз көп идеялар бар. Бірақ сіздердің пікірлеріңізде қызық.